Армысыздар, құрметті достар. Бізде бүгін дебейтшл подкаст. Мен өзімді таныстырып кетейін. Есімім Асхат. Энергоның аға буыны, 3-ші курс студенті. Қазіргі таңда дебат шоудың жаңа координаторы. Ендігі дебат шоудың деңгейін одан арман дамытамыз. Яғни Асхат ретінде болсын, менің командам ретінде болсын, пиковый дебат шоуды одан арман пикқа шығарамыз. Алдыңғы бөлімге келетін болсақ, алдыңғы бөлімде Дархан мырза мен Айдана ханымның ойнаған болатын. Ойын нәтижесі бойынша бізде 4-1 есебімен Айдана ханым ұтқан. Құттықтап қойсақ болады. Жалпы Айдана ханым, қалайсыз? Сәлем, қалайсыздар? Менде бәрі жақсы, шүкір. Өзіңіз? Күшті аман сен, сол ойын қалай болды? Ойын жаман емес. Бірақ әрине мен күткен деңгейде болмай қалды, өкінішке орай. Дарханның шоуынан бастап өте қатты интрига ұстаған болатын. Өздеріңіз көргендей подкастта да бір газель адам алып келем дегендей заттар айтқан болатын. Содан кейін мен шынымды айтсам, көп зат күтіп қалғандай болдым. Онысы бірақ ойын жаман емес, әрине. Дебат шоудың сахнасын көрдім. Күшті. Атмосферасы бөлек. Атмосферасы бөлек. Тренерлардан да. Дархан мырза көп уәде берді, бізге бір газель алып келем деді, және де тағы да история повторяется деп өзінің бір сөзінде айтып кеткен болатын. Яғни тараздықтар жеңеді деді, бірақ та ойын нәтижесі бойынша Айдана ханым жеңді, және де история повториться болмай қалды, өкінішке орай. Дейміз бе, не дейміз. И одан кейін ойын барысында қамшы тастау болады бізде. Қамшы тастау кезінде барлық көбісі Айдананы жеңем, Айдана ханымды жеңім керекпін деп тараздықтар шығып кетті да, тараздықтар бастады. И қалай қарайсыз сол тараздықтар қамшы тастағанға? Енді түсінікті жайт деп ойлаймын. Мысалы, ондай нәрсе болып тұрады. Тараздықтардың эгосына тиіп кетті деп ойлаймын. Просто именно сол моментте эмоция тұрғысынан олар барды деп ойлаймын. Себебі одан кейін, мысалы, мен тараздықтармен қарым-қатынасым бұзылды, тағы басқа деп айта алмаймын. Мысалы, ерзатпен де, бекзатпен де бәрімен жақсы араласамыз. Сондықтан ол просто эмоция тұрғысында болып қалды. Көбісі сөйтіп шығып кетті. Айдана мән қалай өтіп кетті деп ше. Біз соны көрдік. Және де былай да, то что ойын барысында Айдана ханым сіз былай айтқансыз. Ерекшенің плей-оффына шыға алмай жүрген спикерлар дебат шоуға қамшы тастамасын дедіңіз. Сол андерграунд болды да, вау дедік біз. Сол сөзге қалай жауап бересіз там? Или ол сөздің құндылығы қазір қаншалықты? Енді өз сөзіме жауап берейін ба деш. Просто ол жерде айтқаным, дебат шоудың сахнасы өте ерекше сахна, бәрібір де енді бұған дейін спикерлер айтты ғой, атмосферасы бар, өзінің вайбы бөлек деп. Сол кезде басында ұқпайтынмын. Именно шыққан кезде ұқтым. Шынымен де атмосферасы бөлек, өте қызықты, и атмосферасы маған қатты ерекшені есіме салды. Сондықтан мен ойладым, шын мәнінде де, мысалы, ерекше де жарып жүрген спикерлер осы жерде де келіп, шынымен жарып, дебат шоудың сахнасында қызықты шоуын да көрсете алады, дебатты да жақсы ойнап бере алады деп ойлаймын. Ол жерде импровизация, тағы басқа адамның харизмасы, соның бәрі ойнайтынын байқадым. Сондықтан менің ойымша, дебат шоудың сахнасына да енді шын мәнінде лайықты адамдар шығу керек деп ойлаймын. Енді мен өзімді капец лайықтымын, күштімін дегенді айтқым келіп тұрған жоқ. Просто реально қамшы тастаған кезде көбінесе енді бәрі фейсін қалыптастыру үшін тағы басқа үшін шығар, но реально лайықты адамдар, олар андай кек алам, тағы басқа деп шықпайды, олар өз үшін шығады. Өз үшін, И мынандай да, то что дебат шоуда көптеген спикерлар андай уже қалай айтса болады, эра дейміз бе, дәуір болып өтіп бара жатыр, легендалардың, и көбісі кеп жас буындар тастап жатыр де, қазіргі бакалаврдағы оқып жүрген студенттер. И оған сіз қалай қарайсыз? То, что сізге қамшы тастау керек, осында определенный адам бар ма? То есть мен қамшы тастағандарды күтем, өзіммен буындастарымды, болмаса легендаларды күтем. Мен менсінбеушілік бар ма жас буындарға? Менсінбеушілік жоқ. То есть бакалавр оқып жүрген студенттерге оны қарамайсыз, себебі кезінде мен өзім 2 рет қамшы тастағам, и біреуінде қателеспесем Ерғали мырзаға, екіншісінде мен Мирас мырзаға тастағам. Сондықтан бакалаврдың студенттерін тастап жатқандарын оны түсінем. Оларға қызық, оларға атмосфера күшті. Дебат шоу ол ерекше ғой. Осы қалай айтсам болады, уникальный зат дебаттағы бар. И ол затқа сен де оның бір бөлшегі болғың келеді. Сондықтан менде ешқандай менсінбеушілік жоқ. Бакалаврдан, например, обычный кез келген қарапайым турнирда ұтылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан менсінбеушілік болмау керек деп ойлаймын. Все. Алдыңғы ойынға оралайық. Сіз
дарханмен ойнап жатқан кезде кәдімгідей дарханға тиісіп жатсыз да, там тиісіп сөйледіңіз ба или бізге сөйтіп байқалды ма сыртта отырған кезде? Былай дархан не болды, мамсик құсап, мамаңмен баласы деп кездесіңіз, дархан мырза кәдімгідей ашуланып кетті да, и өзінің спич кезінде кәдімгідей беріліп кетті да, біз дархан мырзаға қатты тиіп жатыр ғой деп, и сізге де қатты тиіп жатыр, и ол жағынан қалай қарадыңыз сіз? То есть қатты тиіскен дұрыс болды ма сіз жағынан или дұрыс болмады ма? Менің жағымнан ба? Просто мен шын айтамын, дархан бұған дейін подкасттарда өте қатты провокация жасады деп ойлаймын. И одан ары қарай ойында мен ойладым, вайпты алып кете алатын адам деп ойлап қалдым. Мен сол үшін ойладым. Маған мысалы сондай ойнақы біреуге кішкене әзілдесіп солай ойнаған ұнайды. Бірақ оны көтере алатын адам бар, көтере алмайтын адам бар. Сондықтан негізі көтере алатын адаммен ойнасаң, ойын ана жерде фан болады. Бірақ егер оны көтере алмайтын адам болса, жаңағыдай ситуация болып кетуі мүмкін. Иә. Бірақ білмеймін енді, оны мен шеше алмаймын, себебі мен сыртынан көрген жоқпын ойынды. Мен қарсыласым және мен деп көрдім ойынды. Бірақ сыртынан көрген аудитория айта алады, ойын қандай болды, жақсы ма, жаман ба, онша емес па деген сияқты. Ал енді екінші ойыныңыздағы қарсыласыңыз бірге ойынды алып кете алады ма, қалай ойлайсыз? Енді менің ойымша алып кете алады деп ойлаймын. Алып кете алады, иә? Арасындағы лайықтысы ғой. Лайықтысы. Келесі спикер бізде дебат шоуға біраз қамшы тастады, шатаспасам 2 рет тастады, и лайықты адам. Көп спикерлар, көп игроктар қашып жүр. Ол кісі бізде алтын сапаның легендасы, Құбыла ханым, барлығы Куба деп таниды. Құбыла ханым, яғни Құбыла ханымға көшетін мысалы. Сәлеметсіз Құбыла ханым? Сәлеметсіз бе? Құбыла ханым, не үшін Құбыла ханым дебат шоуда ойнау керек? Ең алдымен қайырлы кеш. Өте қуаныштымын Айдананың тастаған қамшымды қабылдап осылай күшті подкастта отырғанымызға. Енді дебат шоу өзіммен бірінші курстан бері осы дебатқа келгелі бері мен көріп жүрген жоба, өте үлкен жоба. Шынымды айтсам, мен бірінші курсқа келген кезде ойламаппын. Өзім дебат шоуда қатысушысы болам, осылай подкастқа түсем, не болмаса сахнаға шығам деп. Өйткені мен келгендегі мақсатым изначально игрок болу деген сияқты, бірақ та дебат шоу бізге андай өте үлкен сахна болып көрінетін, және ол жерге прям легендалар шығады деп ойлайтынбыз. Өзім бір жағынан дебатқа деген карьерамды ондай қатты ұзақ болады деп ойлаған жоқпын перваш болып келген кезде. Бірақ кейін дебаттың азартына кіріп ойнап бастадық, и одан кейін поколениялар ауысқан сайын көреді екенсің, әртүрлі достойный адамдар ойнады. Одан кейін бір моментте маған адамдар өзі айтып бастады, может дебат шоуға шығып көресің деген сияқты. Жаңағы сияқты UIB-дің ерекшенің там фан ойындарында кішкене харизмамен ойнай алу деген сияқты нәрсені может басқалар байқады. Өзім де ойладым, скорее всего ойнай аламын деп. Сосын бірінші рет Тима мен Ромикке қарсы ойнаған кезде ойладым, енді кім жеңсе де қамшы тастаймын деп. Потом қамшы тастап көрдім, бірақ кажется Ромикеге ыңғайсыз болды, өзінен кішкентай поколениемен ойнаған. Мен солай ойлаймын, енді ол өзін қалай түсіндірген. Одан кейін мен қамшы тастамадым, потому что мен өзім пландарым сәйкес келмеді дебат шоуға шығатындай. Потом бірақ Айдана шықты дегенде естігенде мен қатты таң қалдым, өйткені мен ойлағам, енді кішкентай поколениеге бізден кішілерге ауысатын шығар деп дебат шоу. Бірақ Айдана шығып жатқанын көргеннен кейін ойладым, неге шықпасқа деп. Сол. Рахмет. Бір эксклюзив жаңалық. Бізде дебат шоуда қыз бен қыз ешқашан ойнамаған болатын. Сол осы ойында, яғни алтын сапаның әпкебуының Құбыла ханым мен Жемпудың парасат айналуының әпкебуының Айдана ханым қыз бен қыз бірінші рет болып тұр. До этого бізде ондай болмаған, эксклюзив жаңалық бұл бізде. Шатаспасам екеулеріңіз бір буынсыздар, иә? Бір-біріңізбен ойнағансыздар до этого. Қалай Айдана ханыммен ойлаған ыңғайлы ма сізге, ұта аламын или Айдана ханымнан ұтылып қалған кездеріңіз болды ма? Ұтылып қалғанда кездерім болды, ұтқанда кездерім болды. Ойлаймын, Айдана өте лайықты, ыңғайлы қарсылас деп ойлаймын, өйткені идеясын түсінуге, кішкене стильдеріміз де ұқсайды негізі бір жағынан, поэтому ойнағанға бір-бірімізді жеңіл түсінеміз. И дебат шоудың сахнасында да андай түсініспеушілік болып, бір сөзге тіреліп, ондай нәрсе болмайды деп ойлаймын, сапалы ойын болады деп ойлаймын, өйткені до этого ойнағанда да сондай күшті ойындар болды. Енді мынандай сұрақта, дебат шоудағы көбінесе кубок жинау үшін келеді, біреулері лицо жинау үшін келеді. Сіз қазіргі таңда лицосы да бар, кубогы да бар адамсыз, и былайша бізге как жас буын ретінде көрінгенде сондай адамсыздар да. И
сіздерде қазір на данный момент құлаханымда неше кубогы бар, жеке ЛД-дан и АПФ, ППФ форматтарынан? Шынымды айтсам, мен дебатқа келгендегі, в целом дебатта жүргендегі құндылықтарым кішкене басқаша, яғни кубок, андай список жүргізетін адамдардың қатарынан емеспін, өйткені өйтіп список жүргізсек, скорее всего, мен ұтылған турнирлерім өте көп, и ұшып кеткен турнирлерім де өте көп. Кубогым баршылық, бірақ көп деп айта алмаймын, санап көрмеппін до этого. Бір 4-5 кубогым бар шығар, бірақ мен ойлаймын, ол нәрсе адамның белгілі бір нәтижесі емес, яғни көрсеткіші емес, оның қаншалықты күшті спикер екенін, не болмаса қаншалықты құнды дебатер екенін, өйткені мен білем, бірде бір кубогы болмаған, не болмаса вот там біраз жылдардан кейін бірінші кубогын алып жатқан адамдарды, бірақ олар там 10-15 кубогы бар кейбір адамдардан қарағанда мықтырақ спикер болуы мүмкін. Сол үшін менің ойымша кубок ол басты бір критерий емес, мықты спикерлерді анықтайтын. Ал өзімде сол 4-5 кубок бар шығар. Сол Соңғы алған кубогыңыз қандай? Соңғы алған кубогым, по идее, мен біраз болды кубок алмағаныма, есімде жоқ, честно. Соңғы рет Шоқан деген турнирде, қателеспесем, кубок болды. Сол турнирде болды. Шатаспасам, мектеп лиганың турнирі? Иә, мектеп лига турнирінде болды. Жандос мырзаға қарсы ойнадық. Нұржан қазір Англияда, сол кісілерге қарсы ойнадық. Ол турнир андай емес пе, жас мектеп оқушылары мен студенттер бірге ойнайды. Күшті. Сізге келетін болсақ, Айдын ханым, сіз, менің көріп байқауым бойынша, сіз дебат шоудан кейін, бір аптадан кейін респо турнирға қатыстыңыз. Атамекен кап. Атамекеннен шатаспасам, ЛД-дан кубок алдыңыз, да? Иә, кубок алдым. Мен ойлаймын, что дебат шоудан кейін уже Айдана ханымның лицосы одан арман көтеріліп, уже кубок ала басады, қоржынына кубоктар жинай басады. Ендігі турнирларда да жинайсыз ба? Егер Құбылаханды ұтып жатсаңыз? Білмеймін. Бұйырғаны? Шынымды айтсам, біріншіден әрине бұйырғаны, бәрі менің қолымда ғана емес, бірақ мынандай нәрсе бар. Мен де мысалы дебат шоуға лицо үшін келген жоқпын. Маған ол нәрсе тоже қызық емес. Дебаттағы лицомның болуы, тағы басқа деген. Мен ең алғашында дебатқа не үшін келдім? Мен өзімнің тіл байлығымды дамыту үшін келдім. Мен павлодарлықпын. Маған әліге дейін прикол ұстайды ол нәрсеге. Мен алдында ғана сіздерге айтқан UIB-де ішкі турнир болады, сол кезде төрешілікке шақырған кезде оларда тематика мектеп, төрешілерді мұғалім қылып қояды, сол кезде мені қазақ тілі пәні мұғалімі қылады. И сол кезде тоже маған прикол ұстаған, павлодарлық қазақ тілі мұғалім қалай болады екен деген секілді. Сондықтан мен дебатқа алғашқы келген кездегі мақсатым, өзімнің мейн деген мақсатым негізгі, ол осы как раз таки тіл байлығы болған. И мен ол мақсатыма жетіп жатырмын. Ал қазіргі болып жатқан нәрсенің бәрі мен үшін бір андай жағымды бонус секілді, да. Сондықтан мен дебат шоу ұнайды, дебат шоуға қатысам, дебат шоудан ләззат алып, шынымен өзімді көрсету үшін, өзіме ұнаған үшін қатысам. Ары қарай кубок бола ма, болмай ма, мен ғана қолымда емес. Бұйыртса. Дауыс беру бойынша кәдімгідей Айдана ханым, дебат шоуда біз 4-5 дауыс беретін, ол халық болатын, и кәдімгідей халық 500-ден астам болатын. И Бекзат аға айтатын, то что аудитория 100 адам отыр, 500 қалай жинап кетті, сосын тұрып күлдік ана іште дейміз. Действительно, бұл жерде бір гәп бар, шикілік бар дейміз, да, не дейміз. Жақсы, енді Құба ханымға оралатын ба? Құба ханым, жалпы дебат әлемде сізге қазір көңіліңіз толып отыр ма? Дебат қалай болып жатыр? Қазіргі дебаттың деңгейі қандай сіз үшін? Кезінде сіз жас буын болып түскен кезде вау деп қызықтыңыз, аға буындарға. Ендігі қазіргі дебат бойынша қалай жүріп жатыр процесс? Көңіліңіз толып отыр ма қазіргі дебатқа? Андай бір эксперттер сияқты отырып, көңілім толмайды, нәрсеге деп сөйтіп айтып отырсам да. На самом деле мен өзімді андай қатты үлкем деп санамаймын. По идее, қазіргі дебаттың составына, қазіргі дебаттың сапасына мен де әсер етемін деп ойлаймын. То есть мен жүрген дебат, ол ойнап жүрген дебат, қазіргі дебат. Но в целом мен байқап жатырмын тоже. Андай зумерлердің поколениесі дейді ғой, олар тоже келіп өзгертіп жатыр дебатты на самом деле. Мне кажется, біздің поколение, андай последнее поколение сияқты старая школаны кішкене көріп қалған да. Потому что реально көп тенденциялар бар. Мысалы, қазір дербес дебатшылар өте көп.
и это нормально. Мен ол нәрсені қолдаймын мысалы. Потому что қолдаймын дегенде қалай? Конечно, әркімнің өз шаруасы ғой. Мен айтпаймын, андай алтын сападан бәрі шығып ертең дербес болып кетті. Ондай емес. Просто егер де бұл нәрсе көрсетеді, дебат более толерантны болып бара жатқанын. То есть бұрындары дербестер болмады емес болды, бірақ оларды қадап тастайтын да. Турнирге келген кезде олар өте алмайтын, потому что олар прям саясатпен қадайды да. Просто тенденция сондай болды. Ал қазір дебат более толерантны и барлық адамдарды қабылдайды, ерекшеліктеріне қарамастан. Осы нәрсе бар дебатта қазір. Потом дебат более андай болып бара жатыр, плюрализм дейді ғой. То есть өте көп адамдар андай да, бұрын мысалы 60 кубогы, 70 кубогы бар адамдар болған, и примерно 4 турнирде қатар бір адам алу это норма болған да. Қазір ондай емес. Қазір әртүрлі турнирлерді әртүрлі адамдар алады. Это означает, что қазіргі дебаттағы бәсекелестік күшті. То есть адамдарда кәдімгідей реальный соперниктер бар, чтобы на турнир келген кезде мен де сен де алып кетуің возможно деген сөз да. Бұл значит, мне кажется, дебаттың жалпы дәрежесі өсіп жатыр дегенді білдіреді. Бірақ біз келгенде реально жаңағы 60 кубок болудың бір жақсы жері андай потолок ойындар болатын да, өте қызық ойындар болатын. Қазір ондай емес, барлық ойындар бір деңгейде, но барлығында шанс бірдей. Маған по идее ұнайды, бірақ сондай ойындардың болатыны, андай аз болатыны болмаса. В целом, күшті қазіргі дебаттың тенденциясы. И бізде жас буындар көбінесе үлкен аға буындарды көре алмай жатады. Динозаврлар кет дейтін ұғым көп қалғандар ше. И сіздер қазір на данный момент динозаврға жақындап келе жатқан буынсыздар деймін ба, или динозавр буындасыздар деймін ба. Сіздерге кет деген қалай түсінесіз ұғымды? Сізге Құбыла ханым болды ғой, жетеді, қойсаңызшы дейтін айтқан адам бар ма, либо сол сөзді естіп жүрсіз ба? Пока что өзіме келіп ешкім айтпады деп па, бірақ может сыртымнан айтса айтып отқан шығар, кім біледі енді, бірақ естімедім пока что өзім, бірақ бүйтіп айтса кішкене обидно болады шығар шынымен, потому что түсінемін негізі бұрынғы дебатерлар, которые кет дегенде ренжіп жатқан, өйткені андай емес, чтоб именно менің жүруім басқа бір жас буынның жеңуін жолын кеседі деп ойламаймын, потому что наоборот жас буындарда или в целом бакалаврларда, мне кажется, энергия көп болады, олардың бүкіл фокусы дебатта болады да. Біз қазір жұмыста, сабақта, там басқа шаруалармен кәдімгі взрослый өмірге кіргеннен кейін кішкене энергияңдың андай бір 100-ден 10%, 5% ғана дебатқа арнайсың да. Поэтому мне кажется, бізде ұтып тастау, аға буындарды, даже бұрынғы динозаврларды ұтып тастау, это смело. Поэтому біздің жүргеніміз наоборот оларға күшті опыт болмаса, дым жаман болмайды деп ойлаймын. А егер прям сөйтіп кетіңдер деп жатса, возможно, енді 1-2 жылдан кейін бізде қала қоймаспыз деп ойлаймын. Яғни мынандай да, то, что динозаврлар ойнап жатқан турнирлар көбінесе респо турнирлар, и олардың қазіргі дебатты жүргені дұрыс па? Дұрыс сияқты менің ойымша. Өйткені көресің да, бұл кісілер өстіп ойнапты ғой, содан үлгі аласың, сіздер үшін қалай. Бірақ кейбіреулер айтады, шаршамады ма бұлар, бұл кісілер кубоктан кубок алып, ақшадан ақша алып, жүлде қорын алып кетпей ма деп көп адамдардың жеке басым естіп жатырмын да. И то, что это стрём сияқты менің ойымша. Меніңше де стрём деп па. Потому что мен жас буын кезімнен өзі сондай позициядамын, потому что маған мысалы өзім поколениеме ойнаған деп өте отырсың да, қызық емес болатын деп па. 3-ші курста карантиннен кейін менің мақсатым андай болды. Мен жан-жағымда по идее барлығын мақсат сондай болған сияқты. Аға буындарды мейлінше көбірек ұту. Неважно, это 1-4 па, финал ма. Мен мысалы кейбір финалдарымды не помню, бірақ мен кейбір аға буындарды ұтып кеткен іріктеудің ойындары қатты есімде. И ол ойындар мен үшін менің жеке жетістіктерім өзім үшін. И менің ойымша қазір аға буындардың бәрін кетіріп жіберіп, қызық емес ойындарды ойнап отыру тоже оларға онша емес сияқты жас буындарға. Поэтому нормально, что олар ойнап жүр, біз ойнап жүрміз. И в целом мықты болса, келіп ойнап ұтсын, пожалуйста. Мне кажется, это реальный нәрсе. И наоборот, олар сол нәрседен көбірек ләззат алатын сияқты, егер мықты соперникті ұтса да. Бізде дебатта, телеграмда бізде опрос жаса кетеді, то есть опрос етім ғой, астына комментарий жазады, ашық микрофон дейтін зат бар, и бір турнирда GGG дейтін бір кісі пайда болыпты. GGG ол кім, не үшін, не көп адамға жазып тастағанда, неше түрлі зат жазған, легендалар болсын, ойнап жүрген аға буындар болсын, бәріне прикол ұстап тастаған, кәдімгідей ауыр айтып тастаған. И қалай сіздер үшін? Мен бастай берейін ба деп. Білмеймін енді. Шын мәнінде менің ойымша ол кісінің шығуы бір жағынан дұрыс, бір жағынан дұрыс емес.
оның шыққандағы бір андай өзінің бір жақсы әділеттілікке жетем деген мақсаты болды деп ойлаймын. Себебі басында ол андай бірақ бір жағынан күйінген адамға да ұқсады. Турнирден ұтылып күйініп барып біраз зат жазып тастаған болып көрінді. Оның арасында мысалы маған да жазылған зат бар, бірақ менің ойымша ол жерде маған айтылған зат как кликбейт болды да. Себебі мен ондай өзімнің артынан әңгіме жүрмейтінін жоқ екенін білем да. И сондықтан ол просто кликбейт. Айдананың аты бар, Айдананы қоса салайық деген сияқты әңгіме болды деп ойлаймын. Бірақ ол кісінің пайда болғандағы мақсаты нормальный болды деп ойлаймын. Себебі айтылған заттар көбіне қызық болды басында. Бірақ ары қарай уже критика немесе пікірсайысты дұрыс жолға алып келу деген сияқты, төрешілікті жақсарту деген сияқты емес, соңы сәл өсек, артық әңгіме, сондай бір-бірін кемсіту, анайы әзілдер айту деген сияқты сол жаққа кетіп қалғаны әрине өкінішті болды. Бірақ оған қарамастан осы ситуацияның арқасында біраз дебатерлар төрешілікке деген өздерінің реніштерін айтып бастады, ашты. Соның арқасында құрылтай деген чат ашылды. Сол жерде біраз жағынан талқыладық. Біраз клубтардың адамдары келді, дебатерлары, прям бетке ұстар спикерлер шықты. Сол жерде біраз зат айтылды. Сондықтан менің ойымша енді бұл жағдайдың бір пайдасы да тиіп тұр, бірақ өте зияны көп екен да. Себебі мен қарағанда құрылтайға коммент жазған адамдарға қарағанда мен өсек айтып қырылған жердегі комменттер көбірек болды да. Сондықтан енді ол енді әркімнің адамның өзіне қарай ғой. Вот сол. Сіз қалай ойлайсыз, Құлахан? Енді мен сол қарап комментарий жазбайдым демей қарап отырған адамдардың бірімін деп па. Неге өйттім? Потому что біріншіден мен вот честно да дебатный карьерамда бірінші рет көрдім сондай ситуация болған. Вот именно комментарийде бәрі сөйтіп қырылғанын басында честно маған қызық болды, потому что мен ойлаймын ол дебаттың орта бәрі айтып жатады ғой, ондай қылдырып фу дебаттың ортасы интеллектуалды орта деп айтасыңдар, на самом деле өздерің өсек айтасыңдар деп. Мне кажется басқа ортаға барып көріңдер, и сол жақта тура сондай да, даже бұдан да хуже. И ойлаймын, что бұндай бір адам шығып айтуы как бы андай дебатерлардың бетіне күліп қарап уахаха деп бірақ артынан әңгіме айтып кететін заттың прям бетін ашып берген сияқты, как будто, потому что мне кажется тура сол әңгімені, который жеже жазған, басқалар бір-бірінің артынан айтады на самом деле, просто оны ашық көрсетпейді да, андай как будто бір-біріне күліп кете береді. Вот осы ситуацияда мен таң қалдым, мынандай жазып тұрған адам кім екен деп. Потом бірақ по идее ол нәрсе енді білмеймін, жас буындарға да аяп отырмын, бәрінен бұрын травма алып қалған шығар деп та. И ары қарай уже мен там басқа группа ашып сөйткен, и сол жаққа өткен кезде уже андай қуып артқанын тоже байқадым да. Бірақ ойлаймын, что осылай бүйтіп ашып айту, какой-то мен үміттеніп едім, андай дебатерлардың арасында какой-то бір может өзгеріс болады, именно бір-біріне ашық айтудан деп. Но сол именно бір турнирді как будто атамекенді хейт етіп кетіп қалып басқа турнирге келгенде, мысалы, одан кейінгі турнирлерді көріп жүрміз да. Тура сол айтқан адамдар ештеңе деп атқан жоқ. Это означает, что просто реально адамдарға хайп керек болды, қызық керек болды. Бірақ мен ойлаймын, атамекенде болған проблема басқа турнирлердің бәрінде болады. Это базовый дебаттың проблемалары, просто адамдар накопительный эффект болып қалды да. Жалпы дебаттан сәл алыстайық. Жеке өмірлеріңіз қалай? Шатаспасам, сіз Турцияға барып келдіңіз да? Иә, бардым. Оқу барысымен стажировка тағылымдамаға бардым. 2 аптаға. Өте жақсы. Өзіме қатты ұнады. Адамдары да, тем более өзіміз қасиетті Рамазан айында ораза уақытында барып қайттық. Ауызашар уақытында көп андай түрік ағалар, әпкелер бәрі бізге андай нанын беріп, суын беріп, тамағымызды андай қамтамасыз етіп көмектесіп, сондай өте жақсы мемлекет. Шынымды айтсам, білмеймін енді мен өзім жақсыны көре алатын адаммын деп ойлаймын, сондықтан мен үшін бәрі жақсы болып көрінді. Мен андай жаман жақтарын, негативтарын іздеп еткен жоқпын. Мен барынша enjoy дейді ғой, бір наслаждаться етуге тырыстым. Ләззат алып, сондай жақсы поездка болуға тырыстым. Сондықтан мен үшін өзіме өте жақсы тәжірибе болды, өте жақсы демалыс болды деп айта аламын. Күшті, өзіме ұнады. Андай Айдана настолько жақсылықты көретін адам, ана жақта самый үлкен митинг болып жатыр, Айдана бәрі күшті, бәрі керемет, күшті. Митингтің жанынан өттім. Просто митинг дегенде, біз митинг деген сөзді қазақтар естіген кезде біз андай мәссаған вандализм, митинг, адамдарды андай бұрап алып кетіп жатыр деп ойлаймыз. Ал шын мәнінде
андай өркениетті мемлекеттерде дейінші, оларда митинг олай жүрмейді, оларда бейбіт шеру ретінде жүреді. Мысалы бізде бейбіт шеру 8 наурызда жүреді, бірақ 8 наурыздағы бейбіт шерудің өзін адамдар үнемі полицейскийлар ұстап қалады, тоқтатып тастайды, сөйтеді, бүйтеді. А ол жақта бейбіт шеру болып тұр, дәл үлкен олардың банктері бар, Зираат банк деген. Сол банктың алдында адамдар толып тұр, музыка қосып қойған, өздерінің лозунгтарын айғайлап жатыр. Жұрт жанында өтіп жүр, жұрттар андай сауда жасап жатыр, бір нәрсе жасап қыдырып жүр, достарымен, отбасымен жүр. Оларға бәрібір ол нәрсеге көңілді билеп жүр. Иә, билеп сондай настроймен жүрді. Плакаттарын көрдім, мысалы жазған ше, барлығы андай лозунгтары ащы. Бірақ билік келіп, немесе полицейскийлар келіп, оларды сақшылардың ұстап кеткендерін, бұрап кеткендерін мен көрген жоқпын. Сондықтан мен үшін мемлекет туралы андай впечатление, алғашқы сондай өте жақсы қалды. Бейбіт шеру десе, бейбіт шеру екен шын мәнінде. Құлақым сізге келейік. Жеке өміріңізде не болып жатыр? Дебаттан бөлек. Жеке Қазір не өмірімде істеп жүрсіз? жалпы бізде мен бірінші курс кезінде Нұрдәулет Өмірзақ деген аға буынымыз болған. Сол кісі андай нәрсе айта беретін, дебатта өте күшті успешный, кубогы бар болып, бірақ на самом деле өмірде неудачник дебатерлар болып қалатын адамдар бар деп. Мен сол нәрсе құлағымда қатты қалқыпты, потому что реально бір лицосы бар, клубының тамаға буыны күшті болып жүріп, бірақ реально өмірде ештеңе жете алмай қалған адамдар болады екен шынымен. Мен сол нәрседен қорқып бастадым, когда где-то аға буын болып бастаған кезде. И потом всегда ойланатын да, вот дебат шоуға шығып жатқан кезде, андай подкасттарын бәрін қарайтын, сонда ішінде маған қызық болатын. Спикерлер, допустим, өмірінде неме айналысады да, қалай ақша табады, өзінің скиллстарын қалай қолданады, дебаттан кеткеннен кейін не істеді, кеткеннен кейін дегенде енді примерно дебатта жүріп не нәрсеге жетті деген нәрсе маған қызық болатын. Өте интересно, енді ойлаймын, неудачник дебатер болып қалған жоқпыз, шүкір. Жеке өмірімде жұмыс жасаймын, плюс магистратура оқимын. Соңғы жаңалықтардан IELTS тапсырдым жақында. Өте ұзақ келдім бұл мақсатқа. Ну, ұзақ дегенде где-то 9 айдай келдім. И андай очередной өзіме деген сынақ болды бұл нәрсе. И сәтті өттім, құдайға шүкір. 6-5 жинадым, өте күшті, андай содан кейін жеңілдеп қалдым. Потом бұйырса енді болашақта сол IELTS-пен шетелге шығып оқуға, не болмаса тағы да басқа заттарға қолдану жоспарымда бар. В целом жеке өмірімде осындай. Өте жақсы, құттықтаймыз депші. Магистратура өзіңіздің мамандығыңыз бойынша оқыватсыз, Ну, я өзімнің факультетімде бұрынғы сол тарих. Мен тарихшымын негізі. Тарих пәнінің мұғалімімін. Шоуға оралатын болсақ, жалпы біз алтын сапалықтарды шоуын көрдік. Нұрхан мырзанікі вау болды. Шатаспасам, самыйра стилінде шықты, Иә, сондай мен кәдімгідей вау жасады. Біз алтын сапалықтарды ойламадық, что шоу жасай алады. Оказывается, жасайды екен ғой. Прям күшті болды, прям четкий болды. Енді Құбылаханнан біз шоу күте аламыз ба? Біріншіден стереотиптер деп ше, потому что байқаймын алтын сапаға да маған да өте көп стереотиптер айтылады. Допустим, мен негізі дебат шоудағы бір мақсатым, мені көп адамдар сырттан білген кезде сондай андай киіме қарап, да, сондай күшті, білмеймін, бір инабатты балы, ештеңе айтпайтын, сондай адам деп ойлайды. На самом деле мен достарым, жан-жағымдағы адамдар біледі. Егер мен қалсам, шоуды да жасай аламын, андай күтем, более-менее андай жорсткилау бола ма деп, бірақ подкастта андай өте равномерно күшті өтіп жатыр. И ойлаймын, ондай шоуды күтіңіздер, во-первых, не потому что алтын сапа жасай алмайды, потому что бізге до этого не позволили деп айтайын ба, потому что до этого буындарымыз айтатын, біз шоусыз да өзіміз ойнаймыз деген сияқты ше. И адамдардың ол андай недооценивать етуіне алып келді, как будто алтын сапа шоу жасай алмайды деп. Вот Нұрхан аған кезінде Нұрхан аға айтты, вот мен араласпаймын, өздерің жасай беріңдер, любой нәрсеге рұқсат беремін деді. Сол кезде алтын сапа көрсетті, вот шоу жасай алатынын. Мен қазір больше рұқсат беріп жатырмын, мен өзім араласам, мен өзім қатысам, если что, бәрімен көмектесем, так что смело любой нәрсе жасай беріңдер деп айтып жатырмын. Так что бізден, во-первых, жестко шоу күтіңіздер, во-вторых, айтқым келеді, ойынды да күтіңіздер, чтоб
андай стереотиптер болмасын, вот қыздар ойнап жатыр, потому что сондай нәрсе көп естідім да до этого. Сендердің ойындарың қызық болмайтын сияқты ғой примерно деген сияқты. Типа сендер бір-біріңе тиіспейсіңдер, тұрасыңдар деп. Мәселе тиісуде емес. Мен ойлаймын андай нәрсе бар да, күлкі болу деген зат бар, күлдіре алу деген зат бар да. Күлкі болу деген ол сен ар жағында мән мағынасы жоқ, белден төмен әзілдер айтып, солай күлдіру аудиторияң, ол күлкі болу. Ал күлдіре алу деген, вот бір нәрсе айтып жатсың, и ол нәрсе адамдарға өтеді, не потому что ол андай ұялғаннан испанский стыд сезінгеннен да, а потому что реально күлкілі. Так что сондай күлкілі фан дебат күтіңіздер. Во-первых, во-вторых, сапалы ойын күтіңіздер. Шоу, ойын бәрі болады бұйырса. Айдана ханым оралсақ, Айдана ханым шоу күшті болды, прям вау болды. Қыздар жарды. Дайындықтағы қыздармен, кәдімгі шоу кезінде қыздармен танымай қалдым. Танымай қалдым, вау болды прям. Мәссаған дедім, ой, ё-ма. И алдағы уақытта қандай шоу бар, пландар, қыздар жасап жатыр ма, или өзіңіз тоже араласып, кішкене сценарий жазып жатсыз ба? Қыздар жасап жатыр. Шынымды айтайын, иә. Қазір енді сәл өзім ритмға кіре алмай жатырмын. Мектепте істеймін, иә, сондықтан сәл енді балалармен жұмыс жасағаннан кейін энергетический бекзаттарға да айтқанмын сол кезде. Шынымен де андай энергетический бір шаршаңқы болып жүресің. Сондықтан мен толығымен қыздарға тапсырдым. Айттым, қыздар көріңіздер деп. Алдыңғы шоуда да бір андай менің қолым мына жерде мен істедім дейтін заттар жоқ. Көбін қыздар өздері жасаған. Сондықтан енді қыз болу деңгейін білесіздер деп ойлаймын. Бұған дейін де көрсеткен, менің де көрсеткен шоуымды білесіздер. Сондықтан шоу міндетті түрде қызық болады. Ойын жаңа құбыл айтқанмен келсем, қыздар қызық болмайды деген стереотиптерді алып тастаңыздар. Барынша сіздерге бұған дейін ойнаған мықты легендалардан артпасақ қандай кем түспейтіндей дебат көрсетеміз, ойын көрсетеміз деп ойлаймын. Сол жаңағы мен де келсем күлкі болғымыз келмейді, біз күлдіреміз. Кәдімгідей дебат шоуда да Айдана ханымды, Құба ханымды алтын сапалықтармен жемпу парасат айналуда прям дебат шоуда да қырылысып жатыр. Турнир уақытына дейін бірде қойып тастаған ғой, 19-шы 20-шы сәуір кезінде, иә. Екі турнир қатар түсіп тұр, прям кәдімгідей ұрыс болып жатыр. Хобби бойынша сұрайын дедім. Жеке хоббиларыңыз, айналысатын бар ма? Енді бір андай керемет айра динамикамен айналысам дейтін сияқты ерекше хоббиім бар деп айтпаймын. Обычно кітап оқимын. Бұрыннан бала кезімде оқимын, и бұл нәрсені жұмыста жүрсем де, дебатта жүрсем де, ағылшын оқып жатсам да тастамаймын, өйткені кітап андай демалыс сияқты қазір маған уже. И қызық нәрсе болсын, кітапты мен былай оқимын. Обычно көркем әдебиет бар и ғылыми кітаптар бар да, допустим, там научпоп кітаптары болуы мүмкін. Сондай кезде адамдарға көбіне қазір ауыр болып жатады да, ондай ұзақ мәтіндерді оқу. Потому что қазір клиповое мышление ғой, адамдар ұзақ мәтіндерді оқи алмайды да. Сол кезде мысалы маған да қиын. Научный көп кітаптарды түсінбей кеткенде, мысалы последний оқыған кітаптардың бірі Сенека, да, философиялық кітаптар, и сондай кезде ауыр болып кеткен кезде мен андай нәрсе істеймін. Мысалы маған балалар әдебиеті қатты ұнайды. Мен өсіп кетсем де Жюль Верн деген сияқты сондай классика балалар әдебиеті көп оқимын. Мысалы қазақ өзіміздің әдебиеттен Бердібек Соқпақбаев, да, сол кісілердің әдебиеттерін мысалы мен шаршап кетіп отырсам ортасына қосып отырамын. То есть ғылыми әдебиетті тоқтатамын, и потом ананы оқимын, и оқып болған кезде уже сенде как миың жеңілдеп қалады да. И ана кітапты бітіргеннен кейін балалар әдебиетін тез бітіресің, где-то 2-3 күнде бітіресің ғой, ол ұзақ болмайды, потом ана кітапты дальше оқи аласың. Потому что миға кішкене не керек та, дофаминовый нені тезірек алатындай болу керек. И солай оқып отырамын, ну, жылына где-то 30 сондай кітап оқимын, где-то 20-30 кітап оқимын, потому что кітап оқу это как основной хобби. Сол. Осы жылына 30 кітап оқисыз, сонда қанша кітап оқып тастадыңыз, получается? Ну, енді санап көрмеппін, бірақ где-то. Осы кітаптардың ішінен топ 3 кітап оқыған шығармашылық әдебиет. Қиын. Ең біріншіден қазақ әдебиеттен бастайын. Маған Оралхан Бөкей қатты ұнайды. Оралхан Бөкей деген жазушы бар. Өте қызық, өте необычно жазады. Андай қазақ әдебиет десе бәрі страдать еткен, андай бақытты жамал деген сияқты нәрселер елестейді да көзіне. Бірақ Оралхан Бөкейдің мысалы Тортай мен Рақбозат деген шығармасы бар. Мектеп шығармасы, мектеп кезінен берілетін. Сол нәрсе маған қатты әсер етті. Одан кейін барып мен Атау кере деген кітаптарын оқып бастадым.
қар қызы деген шығармасы бар. Сол кісінің таңдамалар шығармасы мен топ қазақ әдебиетіндегі кісі. Екінші ол әлем әдебиетінен алхимик деген кітап, Пауло Коэльо. Алхимик деген кітапты мен көп откладывать етіп оқымай жүргем, бірақ сол кітап маған ерекше әсер етті, потому что көп қайталап оқып тұрам, андай как будто бір Наруто сияқты, Нарутоны бүйтіп қайталап көріп тұрасың ғой, сол сияқты да. Сол кітап. Потом үшінші кітап, мен Мұхтар Шахановты жақсы көремін. Мұхтар Шахановтың өлеңдері, енді ол кітап деп айтқан қиын шығар, бірақ сол кісінің шығармаларын, өлеңдерін оқығанды, жатқа оқығанды жақсы көремін. Енді Айдана ханымға келетін болсақ, қандай хоббимен айналысасыз? Енді кітап дегенде география кітабын оқимын деп күнде оқимын деп. Негізі мен хоббиім дегенде мен кино қарағанды жақсы көремін, сериалдар көргенді жақсы көремін, және манхва сондай мен бір андай өзім гик сезінемін ше, шынымды айтсам. Сондай заттарды мен көбірек айналысамын. Себебі мен үшін хобби ол бір демалыс. Яғни мен ол нәрседен әрине қараған кезде просто андай фондға қойып қоймаймын, мен оны барынша түсініп қарауға тырысамын, оған да бір андай уақытымды бөлем, бірақ ол нәрсе маған демалыс болу керек. Яғни мен мектептен, оқуымнан, тағы басқадан сәл демалыс алатындай зат маған именно сол демалысты кино бере алады. Бір жаңа әсерлер, когда рутинадан шаршап кетесің ғой, бытовухадан, бір андай күнде бір затты көре бергенде. Сондықтан бір андай қызықты фэнтези, сондай жанрдағы фильмдерді қараған ұнайды, детективный фильмдерді қараған ұнайды. Вот, сол негізі. Әлемдік аренадағы топ үш киноңыз? Әлемдік аренадағы топ үш фильм. Голливудтағы? Енді маған ең қатты ұнайтын фильм «Главный герой». Менде негізі өзімде Инстаграмда кино кеңес деген кішігірім актуальный бар. И ол жерде мен өзім айтқам, главный герой Райан Рейнольдс ойнайды. Комедийный фильм. Егер қарамаған болсаңыздар, қарауға не берем, кеңес берем. Өте қызықты фильм. Комедийный фильмдерден соны алар едім. Екінші ол воспоминания о преступлении, об убийстве. Корейский фильм. Пак Джун Хо түсірген. Паразиты білсеңіздер, бұл паразитыға дейінгі фильмі, және ол фильмде өте жақсы мораль жатыр. Маған ең қатты ұнаған осы фильмдегі мораль. Просто андай қарау керек. Мен айтқым келіп тұрған жоқ. Просто ол нәрсені айтып қойсам спойлер болатын сияқты. Негізі өте күшті фильм. Фильмнің соңында сізге андай открытый концовка бар и закрытый концовка бар ғой. Ол жерде закрытый концовка болады. Сен өзің ол концовканы қалай топшалап алатыныңды өзің білесің. Сол нәрсе қатты ұнады. Сосын үшінші орынға енді слэшерлар, хоррорлар қатты ұнайды. И үшінші орынға Крикті қояр едім. Криктің вообще полный классика деп санаймын, Крикті қатты ұнайды. Барлық 6 частьін қарағам. И егер жаңасы шықса қараймын деп ойлаймын. Вот өте күшті слэшер. Рахмет. Соңғы сөз, соңғы спич дейміз ба? Цитата дня. Кімде қандай цитата бар? Құбылахан, Айдана ханым. Жаңағы менің сүйікті кітабымнан цитата. Ол кітапта идеясы, главный, мен тоже спойлер бермей қояйын, бірақ ол жердегі басты идея анандайда, адам кейде өзінің армандарын ұмытып қалады. Мне кажется, өмірдегі самый көп саған өміріңе смысл беретін нәрсе ол арман. То есть, сен біреуді там отбасың күшті болуы мүмкін, там білмеймін, өзіңнің махаббатыңды, жұмысыңды бәрі күшті болуы мүмкін, бірақ бәрібір өмірдің смысл болмауы мүмкін да. Неге? Потому что адам всегда бір нәрсеге ұмтылу керек та. И ол нәрсені прям күшті, құнды нәрсе болу керек та сен үшін. И ана кітапта самый үйрететін нәрсе менің андай самый өмірімнің керек кезінде болды да. Когда сен бір нәрсені қалайсың дейді, ол нәрсенің орындалуына шын жүректен қаласаң, вселенныйдың өзі жолыңды ашып береді дейді да. Осы цитата маған қатты ұнайды. Ол нәрсеге өзімнің де көзім жетті да. Яғни сен армандасаң бір нәрсені, и сен ниетің жақсы болса, андай ақша, байып кету деген сияқты банальный заттар емес, прям ол нәрсеге бір сонымен гореть етіп қаласаң, даже вселенныйдың өзі сен жолыңды ашады, керек адамдар кездеседі, күшті нәрселер болады, күшті возможностьтар болады, и солай сен өзің қалағаныңа всегда жетесің, егер ниетің күшті болса. Осы цитата маған қатты ұнайды. Сіз үшін, Айдана ханым? Енді тоже кітап туралы айтып кеткеннен кейін маған ең қатты ұнайтын, өзім соңғы уақытта өмірімде проекциясын көретін цитата, ол Экзюперидің Кішкентай ханзадасындағы цитата. Кішкентай ханзаданың өзінің планетасында, ғаламшарында розасы болады, раушан гүлі. Бірақ ол саяхаттау барысында басқа да раушан гүлдердің бар екенін және өзінің раушан гүлінің ерекше емес екенін түсінеді. Сол кезде оған түлкі айтады:
сенің раушангүлің әліге дейін ерекше дейді. Себебі оны ерекше қылатын оның әлемде жалғыз ғана болуы емес, сенің оған деген қарым-қатынасың дейді. Бұл нәрсені мен қазіргі таңда өзімнің кез келген іс-әрекетіме, кез келген саладағы болып жатқан бір андай тенденцияларыма барлығына қарастырам. Себебі кез келген болған іс-әрекет, жаман болсын, жақсы болсын, сізге әсер еткен іс-әрекет, оны сондай жаман қылып тұрған немесе жақсы қылып тұрған, бір ерекше қылып тұрған, ол сіздің оған деген қарым-қатынасыңыз. Сондықтан бұл ең маған қатты ұнайтын цитата деп ойлаймын. Тоже жаңа айтқандай, балалар әдебиеті, бірақ қаншама оның ішінде мағына жатыр, мән жатыр. Сондықтан осы цитатаны айтқым келеді. Кез келген затты ерекше ететін, ол оның жалғыз ғана болуы емес, ол сенің оған деген қарым-қатынасың. Болды. Менен де бір цитата деймін ба? Жақсы. Мен үшін еңбектенсең, алынбайтын қамалың қалмайды. Кез келген шыңды да бағындырасың, кез келген жерге де жетесің, сен кез келген затты істейсің. Құрметті достар, 12 сәуір күні бізде алтын сапаның әпкебуыны Құбылға ханым және де дебат шоудың 1-0 есебімен жеңіске жеткен Айдана ханым екеуі қарсы ойнайды. Ойында сіздерді күтеміз. Ең мықты жеңсін.